Сәлеметсіңдер ме сенімпаз балапандар. Бүгінгі өтетін сабағымыз 68-ші сабақ. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып және қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз. Сабақтың тақырыбы табиғаттың таңғажайып құбылыстары. Зат есімнің тәуелдік жалғауларын, олардың түбірге жалғану ерекшеліктерін білеміз. Мәтіннің қатесін тауып түзетеміз. Сабақ түсінікті болу үшін бірінші тәуелдік жалғау дегеніміз не екенін білейік. Тәуелдік жалғау дегеніміз әдетте бір заттың басқа бір затқа тәуелді екенін білдіретін қосымша. Негізінде зат есімге тән қосымша бола тұрса да, зат есім қызметін атқарып, заттанатын сөздердің бәріне де жалғана береді. Мысалы, әкем, дәптерім, кітабым, сөмкесі, добы, ақшасы деген сөздерді мысалға келтіруге болады. Тәуелдену үш жақты болып бөлінеді. Менің, сенің, сыпайы түрде сіздің және де оның. Түсінікті болса бірінші жаттығуға көшейік. 17-ші жаттығу мәтінді оқып, тәуелдік жалғаулы зат есімдерді тап. Акула. Акула ешқашан тоймайды. Аузына не түссе соны жұта береді. Оның асқазаны өте мықты. Жұтқанының бәрін қорытып үлгермесе де, өзіне ешқандай зиян келмейді. Бір акуланың асқазанынан неше түрлі заттар табылған. Мысалы, акуланың ішінен пошта жәшігі, бірнеше консерві банкісі, алтын теңге мен қымбат әшекейлер, көзілдірік, қол сағат, кастрюль, шеге, аттың тағасы шыққан. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді үш жақта тәуелдеп жаз. Тәуелдік жалғаулы жалғанғанға қай сөздің соңғы дыбыстары өзгерді, себебін түсіндір дейді. Бірінші тәуелдік жалғаулы зат есімдерді табайық. Олар бізде, яғни оның асқазаны, асқазан сөзі, жәшігі, бәңкісі, тағасы деген сөздер. Жанындағы оның асқазаны, почта деген жерде ның деген сөз, поштаның деген сөзі жасырынып тұр. Консервінің банкісі, аттың тағасы деген сияқты сөздер. Келесі заттар және көзілдірік сөздерін үш түрде тәуелділік жалғауларымен жазамыз. Менің заттарым, сенің заттарың, сіздің заттарыңыз, оның заттары. Көзілдірік. Менің көзілдірігім, сенің көзілдірігің, сіздің көзілдірігіңіз, оның көзілдірігі. Енді осы екеуіне қарай отырып, бізде соңғы дауыстың қалай өзгергенін байқай аламыз. Байқасаңдар, бізде көзілдірік сөзі, көзілдірігі, яғни к әрпіне ауысты. Яғни үндестік заңына байланысты, кейде жалғанған жалғау дауысты немесе дауыссыз болуына байланысты соңғы сөздер өзгеріске ұшырайды. Бұл жерде яғни соңғы буын өзгеріске ұшырап тұр. Келесі жаттығуға көшеміз. Әріптер қатарына жасырылған сөйлемді оқып көр. Тапқан сөйлеміңді жазып, тәуелдік жалғаулы сөздердің асын сыз дейді. Сызықшамен жүре отырып, бізде табиғат, тіршілік көзі деген сөз шықты. Бұл жердегі тәуелдік жалғаулы тұрған зат есім ол көзі деген сөз, яғни тіршіліктің көзі. Жаттығуды түсіндіңдер деген үміттемін. Келесі жаттығуға көшеміз. Мақалдың қатесін түзеп жаз. Өсер елдің баласы жанжалшыл келеді. Өшер елдің баласы арманшыл келеді. Мақалдың мазмұнын топқа талқыла дейді. Бізде бұл жерде жанжалшыл және де арманшыл деген сөздердің орны ауысып тұр. Ал дұрыс нұсқасы өсер елдің баласы арманшыл келеді, өшер елдің баласы жанжалшыл келеді деген мақал шығады. Мақалдың мағынасын қалай түсінесіңдер балалар? Құсқа қарап армандап ұшақ пайда болды деген сияқты арман бізді біраз жетістіктерге жетелейді. Сондықтан жанжалшыл болмаңдар балалар. Келесі жаттығу шығармашылық үзіліс. 20 ребусты дұрыс шешсең, төмендегі жұмбақтың жауабын табасын. Күндегі тамағы, балықтың шабағы, теңізге барғандар жағадан табады. Енді қараймыз. Шардың суреті көрсетілген, соңғы әріпін алып тастаймыз. Ша. Торғай сөзіндегі, яғни ға деген сөзді алып тастаймыз да, тор деген және де и деген соңғы әріпін алып тастағанда ға деген сөз қалады. Соңғысы лақ дегендегі қаны алып тастаймыз, ла деген сөз қалады. Сонда бізде жауабы шағала деген жұмбақтың жауабы шығады. Тәуелді зат есімдер тамағы, шабағы деген сөздер. Яғни үшінші жақта тұр, оның тамағы, оның шабағы деп. Ал енді біз шабақ сөзіне ребус құрастырып көрейік. Яғни шардың суреті ша дегендегі рды алып тастаймыз, соңғы сөзді бақа дегендегі аны алып тастап шабақ деген сөз табамыз. Келесі жаттығу. Жақшадағы сөздерге тәуелдік жалғауларын жалғап жаз. Біздің халық бақытты, мемлекеттің мүлік шашпа, сенің дауыс естіледі, орас ерін жыбырлатты. Түбір сөздер тәуелденгенде қалай өзгерді?
яғни үш жақты ескере отырып біздің сөздер біздің халқымыз бақытты, мемлекеттің мүлкін шашпа, сенің дауысың естіледі, ораз ернін жыбырлатты болып өзгереді. иә, түбір сөз тәуелденгенде қалай өзгеріп тұр? Халық дегеніміз халқы деп, яғни түбір, иә, мүлік дегеніміз мүлкі, ерін дегеніміз ерні деп өзгеріп тұр. Ал өзгеріске ұшырамаған түбір ол дауысың деп тек қана жалғау жазылып тұр, жалғанып тұр. Яғни бізде кейбір жақтардағы өзгерістер тікелей түбірге өзгеріс береді, әріпке өзгеріс береді. Тәуелдік жалғауларын дұрыс қоя білсеңдер, дұрыс сөйлем сөздер құралады. Сабақ түсінікті болса сау болыңдар балапандар, бестік алуға тілектеспін.